Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 22-ші тақырыптың Б тобына байланысты бірнеше есепті мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, есептің берілгені мынандай. Бізге y тең -1 -3x деген функцияның формуласы берілген. Осы формуласының графигі бойынша біз мына мәндерді табуымыз қажет. Яғни -3, -1, 0, 1,5 2 мәндеріне x-тің, y-тің қандай мәні сәйкес келеді. Ал y-тің мына мәндеріне x-тің қандай мәні сәйкес келеді. Мен сіздерге графигін салуды түсіндірген болатынмын. Жалпы функцияның графигін қалай салу қажет екен. Ал бұл жерде енді нақты қандай мәндеріне сәйкес келетінін тауып көрсетіп берейін. X-тің мына мәндерінде y қандай мәнге тең болуын табу үшін тек қана орнына қойсақ жеткілікті. Графигін салған кезде ол әрине көрініп тұрады. X-тің -3 мәніне y-тің қандай мәні сәйкес келетіні. Графигін салмай-ақ табуға болады. Оны табу үшін мұндағы x-тің мәндерін мына жерге қойсақ жеткілікті. Бірақ сіздер графигін сызып, сосын барып табу қажетсіздер. Мен бұл жерде x тең -3 деген мәнді қойып көрсетейін. Мұндағы орнына -3-ті қоятын болсақ, -3 көбейткен -3 +9-ды береді. +9 -1 демек 8 болады. X-тің -3 мәніне y-тің 8 деген мәні сәйкес келеді. График салсаңыздар бұл мәндер көрініп тұрады. Ал керісінше y-тің мәні берілсе, онда y-тің орнына мысалы -4-ті қойсақ жеткілікті. Мына жерде y көрініп тұр. -4 тең болады -1 -3x. -1 мына жақтан басалысып өтеді. -4 +1 болады. Сол кезде -3 шығады. -3 тең болады -3x-ға. Мұндағы x тең болады 1-ге. Яғни y-тің 4-ке тең мәніне x-тің 1 деген мәні сәйкес келеді. Мінекей осылайша қалған мәндерді табуға болады. Ал 22-де 7-ші есепте бізде мынандай нүктелердің координаталары берілген. Яғни a-ның координатасы -2-де -2, b-ның координатасы -1-де -1, сол сияқты 4 нүктенің координатасы берілген. Және y тең болады 1,5x қосылған 1 функциясы берілген. Бізде сұрақ, осы берілген координаталар мына функцияға тиісті бола ма, жоқ па, соны табуымыз қажет. Олай болса, ең алдымен мен a нүктесін қарастырайын. Яғни -2-де -2 деген нүкте мына функцияға тиісті бола ма, жоқ па, соны қарастырамыз. Демек, естеріңізде болсын, жақшаның ішінде нүктенің координатасы берілсе, бірінші жазылып тұрған координата үнемі x-ға тиісті болады, ал екінші жазылып тұрғанымыз y-ға тиісті. Демек, x-тің орнына -2 қойсақ, y -2 шығатын болса, демек бұл нүкте тиісті болады. А егер x-тің орнына сан мәнін қойып, y-тің сан мәні шықпайтын болса, онда тиісті емес деп айтамыз. Демек, мына формуламызға ең алдымен x-тің орнына -2-ні қойып көрейік. Егер y-тан -2-ге шығатын болса, онда тиісті деп айта аламыз. Y тең x-тің орнына -2-ні қоямын. 1,5 көбейткен -2 қосылған 1. 1,5-ті -2-ге көбейтетін болсақ, -3 болады. -3 қосылған 1 -2-ні береді. Мінекей көріп отырсыздар, x-ға -2-ні қойсақ, y-тің мәнінде -2-ге тең болады екен. Демек, бірінші a нүктеміз берілген функцияға тиісті. Мінекей мұнда жазып қойдық, a нүктесі тиісті болатын. Ал енді мысал үшін с нүктесін қарастырайық. Яғни с нүктесінің координаталары бұл жерде де біріншісі x-ға, екіншісі y-ға байланысты. Бастапқы формуладағы x-тің орнына 1-ді қоямыз. Сол кезде y 2 шығатын болса, онда с нүктемізде тиісті болады. Егер орнына қойып көретін болсақ, y тең 1,5 көбейтілген x-тің орнына 1 қоямыз. Өйткені x-тің координатасы 1-ге тең. 1-ге, ал қосылған тағы да 1-ді жазамыз. Тең 1,5 1-ге көбейтсең 1,5-тің өзі шығады, оған 1-ді қоссаң 2,5 шығады. Сонда x 1-ге тең болған кезде y 2,5-ге тең болады. Ал бізде с нүктесінің координатасы x 1-де y 2-ге тең. Демек, бұл нүкте берілген функциясының графигіне тиісті болмайды. Өйткені x-тің орнына 1 мәнін қойған кезде y 2 шыққан жоқ. Демек, мына жерге жазамыз, с нүктесі тиісті емес деп. Мінекей осылайша қалған екі нүктелердің мәндерін өздеріңіз таба аласыздар. Яғни, x-ға мәнді бересіздер, y-тің мәні тура солай шығатын болса тиісті болады. Егер y-тің мәні берілген нүктенің координаталарына сәйкес келмейтін болса, онда тиісті емес деп жазамыз. 22-де 8-ші жаттығуда тура осыған ұқсас, тек қана ол жерде бөлшекпен берілген. Ал енді біз 22-де 9-ші жаттығу шығарамыз. Бұл жерде функцияның формуласы берілген,
функция графигінің координаталар осьтері мен қиылысының нүктесін табуымыз қажет, және осы функцияның графигін сызуымыз қажет. Функцияның графигін сызу үшін сіздер өте жақсы білесіздер, ең алдымен кесте толтырып алуымыз қажет. Мінекей мынандай бір кесте сызып алдық. Жоғарысына x-тің мәндерін жазамыз, ал төменіне y-тің мәндерін жазатынбыз. Бұл жерде координаталар осіне қиылысуын табу үшін, егер x 0-ге тең болатын болса, онда ол y координатасымен қиылысады. Сол үшін бірінші 0 деген мәнді беріп көрейік. Өйткені y осымен қиылысу нүктесін табамыз қазір. Ол график сызған кезде түсінікті болады. Мына жерде x-тің орнына 0 қоятын болсақ, 5-ті 0-ге көбейтеміз 0, сонда минус 5-тің өзі қалады. y минус 5-ге тең болады. Мінекей, y осымен біздегі функциямыздың графигі минус 5-те қиылысар екен. Демек, ал y осымен қиылысуын табу үшін y-ға 0 береміз. y-ға 0 беретін болсақ, 5x тең 5-ге болып қалады, ал x тең 1-ге болады. Мұндағы x-тің орнына 1 қоятын болсақ, y 0-ге тең болады. Негізі осы екі нүкте арқылы да график сызуға болады. Бірақ графигіміз кішкене дәлірек шығу үшін үшінші нүктені де берейік. Үшінші нүктеге, мысалы, x-ға кез келген мәнді береміз. Мысалы үшін 2-ні берейік. Мұнда 2-ні қоятын болсақ, 2-ні 5-ге көбейтсек 10 болады, 10-нан 5-ті азайтамыз, ол кезде 5 шығады. Мінекей жазып алдық. Бірінші y осымен минус 5-те қиылысады, y тең, ал y осымен x-тің 1-ге тең мәнде қиылысады. Қазір оған графикті сызу барысында көз жеткіземіз. Енді координаталар жазықтығын сызып алайық. Мінекей мұндағы мына қарастырып отырғанымыз y осі, ал мына жерде yx осі. Ал енді бұл жерде қиылысу нүктелерін белгілеп алайық. Бірінші, x 0-ге тең, y минус 5-ге тең нүктені тауып алайық. Ол әрине y осінің бойында. Мысалы, y осіне мына жерде минус 1 дейтін болсақ, мұнда минус 2, минус 3, минус 4, және мына жерде минус 5-ге тең болады. Минус 5-те 0 деген нүктеміз мына бір нүкте. Мінекей бояп көрсетіп қойдық. Минус 5-те 0 деген бірінші нүктеміздің координатасын. Ал енді 1-де 0 деген екінші нүктеміздің координатасын табайық. Яғни x 1-ге, y 0-ге. Бұл дегеніміз y осінің бойында жатады. Y осіне мына жерде 1-ге тең, y 0-ге тең осы нүкте. 1-де 0 деген нүктенің координатасын белгілеп алдық. Енді 2-де 5 деген үшінші нүктенің координатасын табу керекпіз. Яғни x 2-ге тең нүктеміз, мінекей мына жерде x 2-ге тең, ал y 5-ге тең нүкте, мұнда 1-ге тең, 2, 3, 4, 5. Мінекей мына жерде y-іміз 5-ге тең. Екеуінің қиылысу нүктесі 2 мен 5-тің мына бір нүкте. Мінекей үшінші нүктемізді де координаталар бойынша белгілеп алдық. Ал енді осы үш нүктелер арқылы түзу жүргізетін болсақ, біз берілген функциямыздың графигін сызған болып табыламыз. Мінекей үш нүкте арқылы түзу сызып алдық. Бұл жерде нүктелеріміз көрініп тұр деп ойлаймын. Мінекей. Енді бұл жерде қарайтын болсаңыздар, көрініп отыр. Yx осімен 1-де 0 деген координаталар 1-де 0 деген нүктелер қиылысады. Яғни мінекей қиылысу нүктесінің координатасын жазып қояйын. Мен жаңа айтқан болатынмын 1-де 0, сол үшін y-ға 0 деген мәнді бердік. Ал y осімен 0-де минус 5 деген координата қиылысады. Демек мына нүктенің координатасы 0-де минус 5 болады екен. Мінекей координаталар осімен қиылысу нүктелерінің координаталарын тауып алдық, және де берілген функциясының графигін тұрғыздық. Ол үшін ең алдымен кестерін толтырып, сосын кестедегі мәндер бойынша нүктенің координаталарын тауып сызып алдық. Мінекей осылайша B тобына қарастырған мысалдарымыз аяқталды, ал қалған есептерді осы мысалдардың негізінде шығара аласыздар.